Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 149 сабаққа тоқталамыз. Бұл жерде шамалардың өзара тәуелділігіне есептер шығаратын боламыз. Бірінші есеп: шамалар үшбұрышына қара. Шамаларды үшбұрышқа орналастыр. Есепті шығару үшін үшбұрышты қалай қолдануға болады? Мына жерде мінекей үшбұрыш берілген. Енді мына жердегі шамаларды осы үшбұрышқа орналастыруымыз керек. Бірінші бізде ауданды үшбұрышқа орналастырамыз. Ауданды табу үшін ұзындығы мен енін көбейту керек. Ұзындығын А деп аламыз, көбейтеміз, ені Б. Ал егер оның ұзындығын табу керек болса, онда ауданды Б-ға бөлу керек. Тура сол сияқты енін табу керек болса, онда ауданды ұзындығына бөлеміз. Мінекей ұзындықты біз үшбұрышқа орналастырдық. Енді бір заттың массасы, бағасы, жалпы массасы, құны, саны деген сияқты берілген. Жалпы массасына тоқталайық. Заттың жалпы массасын табу үшін оның массасы мен санын көбейту керек. Тура мынадағы сияқты, егер оның массасы белгісіз болса, жалпы массаны саныға бөлу керек. Сан белгісіз болса, жалпы массаны массаға бөлуіміз керек. Тура осы сияқты құны, бағасы, санына байланысты да үшбұрышқа орналастыруға болады. Заттың құны. Заттың құнын табу үшін оның бағасы мен санын көбейтеміз. Ал енді сан белгілі болса, онда құнды бағаға бөлу керек. Баға белгісіз болса, бағаны табу үшін құнды санға бөлу керек. Міне үшбұрышқа біз орналастырдық. Енді осы формулаларды пайдаланып, бірнеше есептер шығарамыз. Екінші есеп: кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейік. Бірінші кестедегі есеп, бұл жерде жалпы масса және санына байланысты. Печеньенің массасы 50 грамм, бір йогурттың массасы 200 грамм. Бізде осы жерде жалпы масса мен бір заттың массасын пайдаланып, әуелі оның санын тауып аламыз. Осы сан екеуіне де қатысты. Санды тауып алғаннан кейін, бірінші заттың жалпы массасын формулаға салып шығара береміз. Осыған есеп құрастырып көрейік енді. Әсемнің анасы, әрқайсының массасы 200 грамм болатын 1000 грамм йогурт және әрқайсының массасы 50 грамм болатын сонша печенье алды. Печеньенің жалпы массасы қанша деген есеп құрастырдық. Енді осын шешейік. Бұл жерде әуелі біз санды білуіміз керек. Санды білу үшін йогуртқа мән береміз. 1000 грамм йогурт. 1000 грамм ол бірнеше йогурт. Оның әрқайсысы 200 грамм тартатын болса, санын білу үшін біз жалпы массаны бір заттың массасына бөлеміз. Бағанағы айтылған формула бойынша. Сонда йогурттың саны 5 болып шығады. Осы 5 йогурт печеньеге де қатысты. Сонша деп тұр. Енді массасы 50 грамм болатын сонша печенье алды. Сонша печеньенің жалпы массасын табу үшін бағана 50 грамм бір заттың массасын санға көбейтеміз. Бізде бір зат печеньенің массасы 50 грамм, оны 5-ке көбейтеміз санға. Сонда печеньенің жалпы массасы 250 грамм болып шығады. Екінші кестеге қарайық. Бұл жерде мынау секіргіш, скакалка дейді, секіртпе десек те болады. Мынау жаңағы түрлі түсті бор. Бұны бор деп алайық. Енді бұл жерде белгілісі бізде мынау болып тұр. Осы жерде бір заттың бағасы белгілі, саны белгілі, құнын табуға болады. Мына формулаға салып, құнды табу үшін біз бағасы мен санын көбейтеміз. Құн белгілі болса, бұл құн мынау затқа да қатысты. Құн белгілі болған жағдайда бір заттың бағасын табу үшін, мінекей, заттың бағасын табу үшін құнды санына бөлеміз. Демек, мына жерде шыққан санды мынау санға бөлеміз. Сонда біз мына бір заттың бағасын таба алатын боламыз. Мектепке бағасы 400 теңге тұратын 2 дана секіртпе, құны сонша 10 дана түсті бор әкелді. Бір дана түсті бордың бағасы қанша? Бұл жерде біз енді құнын табуымыз керек. Өйткені құн екеуіне де бірдей. Борға да секіртпеге де.
мәлімет бізде бордың мәліметі түгел. Біреуінің бағасы белгілі және саны белгілі. Саны мен бағасын көбейтіп құнды таба аламыз. Демек 400 бен 2-ні көбейтеміз. Сонда оның құны 800 болып шықты. 800 теңге. Осы 800 теңге мынау түсті бордың да құны. Құны осынша болса, 10 данасы осынша болатын болса, онда бір данасы қанша екенін табу үшін 800 теңгені 10-ға бөлеміз. Демек құнды санға бөлеміз. Сонда бір заттың бағасы шығады. Бір дана түсті бордың бағасы 80 теңге болып шықты. Үшінші, фигуралар берген екі түрлі. Осы фигуралардың аудандарын есептеп шығаруымыз керек. Мына бірінші фигура бізде екі фигурадан құралған. Мына жер және мына жер. Ендеше біз әрқайсысын жеке-жеке тауып, екеуін бір-біріне қосуға болады. Жалпы фигураның тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін екі қабырғасын көбейтеміз. Мына жерде мына жағы 3, мына жағы 4 болғандықтан екеуін бір-біріне көбейтеміз. 3 метр мен 4 метрді көбейтеміз. Мына жер шаршы тәріздес. Өткен бір қабырғасы ғана берілген, ендеше барлық қабырғасы сонша деген сөз. Демек 5-ті өз-өзіне көбейтеміз. 5 метрді 5 метрге көбейтеміз. Сосын екеуін қосуымыз керек. Мына жерде 12 шығады, мына жерде 25. 25 пен 12-нің қосындысы 37. 37 метр квадрат шықты. Екінші фигура. Бұның ауданын табу үшін мынаны біз толықтырамыз, бүтіндейміз. Демек, мына жерді уақытша қосамыз. Сонда бізде тіктөртбұрыш тәрізді фигура шықты. Тіктөртбұрыш шықты. Оның ені ұзындығы 6, ені 4. Ендеше осы екеуін көбейтіп, мына үлкен фигураның ауданын тауып аламыз. Сосын кейін мына жердегі пайда болған кішкентай фигураның ауданын тауып аламыз. Ол жер бізге керек емес, сондықтан оны алып тастаймыз. 6 метр көбейту 4 метр. Азайтамыз. Мына жер шаршы тәріздес, бір қабырғасы ғана берілген, ендеше барлық қабырғасы сондай. Сондықтан 2 метрді 2 метрге көбейтеміз де бір-бірінен азайтамыз. Мына жерден 24 метр квадрат шығады, мына жерден 4 метр квадрат, 24-тен 4 азайтсақ, 20 метр квадрат мына фигураның ауданы болып шықты. Төртінші есеп. Сырым ауладағы достарына туған күнін жасады. Ол ауланы безендіруге 10 данадан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады. Одан 2 есе кем туған күнге киетін қалпақтар және қалпақтардан 4 есе кем мерекеге шашатын ұсақ қағаздар әкелді. Ол мерекеге шашатын ұсақ қағаздардан нешеу әкелді? Соны табуымыз керек. Неге есептің шарты құрылды? Бұл жерде біз әуелі шардың санын біліп алуымыз керек. Ол үшін 10-ды 5-ке көбейтеміз. Сонда бізде 50 шар шығады. Енді осы шарға қарағанда қалпақтар 2 есе кем. Демек 50-ді 2-ке бөлеміз. Сонда қалпақтарымыз 25 шықты. Осы қалпаққа қарағанда мінекей стрелкамен 5 есе кем қағаз, соны табуымыз керек. 25-ті 5-ке бөлеміз, 5 есе кем болғандықтан. Сонда біздің ұсақ қағаздарымыз 5 болып шықты. 5-ші. Сырымның туған күнінде достар аулада аспанға әртүрлі батпырауықтар ұшырып ойнады. Батпырауықтардың ауданын анықта. Мінекей шаршыға ұқсас батпырауық бар екен, және үшбұрышқа ұқсас батпырауық бар. Осылардың аудандарын табамыз. Бірінші батпырауығымыз біздің шаршы тәріздес, бір қабырғасы берілген 9 дециметр. Оның ауданын табу үшін сол 9-ның квадратын табамыз, немесе 9-ды өз-өзіне көбейтеміз. Оның ауданы 81 сантиметр квадрат болып шығады. Дециметр квадрат. Екінші батпырауығымыз біздің екі фигурадан, екі үшбұрыштан құралған тікбұрышты. Сондықтан біз оны тек бір үшбұрыштың ауданын тауып алайық. Өйткені тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табуды біз білеміз. Қалай табамыз енді? Бізге мына қабырға берілген, ол 18 сантиметр. Соны теңде 2-ке бөлеміз. Өйткені тура ортасынан 2-ке бөлінген болатын. Демек 18-ді 2-ке бөліп аламыз. Сонда біздің мына жерде қабырғамыз шығады, ол 9 сантиметр. Енді
осы үшбұрышпен жұмыс жасайық. Бұны былай қарай толықтырып көрейік. Толықтырсақ бізде тік төртбұрыш шығады. Енді осы тік төртбұрыштың ауданын тауып оны екіге бөлсек, мына үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Яғни 52-ні 9-ға көбейтеміз да, оны 2-ге бөлеміз үшбұрыштың ауданын табу үшін. Сонда бізде 234 сантиметр квадрат шықты. 234 сантиметр квадрат. Бұл біздің бір үшбұрышымыздың батпырауықтың жартысының ғана ауданы. Ал бізде ондайдан 2 ғой, сондықтан 234-ті 2-ге көбейте саламыз. Сонда біздің мына батпырауығымыздың ауданы 468 сантиметр квадратқа тең болады. Мінекей есебіміз шықты. 6-шы тапсырмада бізде өрнектер берілген. Ол өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, есептеп шығаруымыз керек. Егер сіз оқушы болсаңыз, онда бұл тапсырманы өз бетіңізше орындап көріңіз. Орындап болған соң, осы видеодағы осы тапсырманың орындалуын көріп, өзіңіздің шығарған есебіңізбен салыстырып байқаңыз. 7-ші, бұл жерде теңдеулерді шешу, күрделі теңдеу. Әуелі мына жерді ықшамдаймыз. Көбейтіп, оның 105 екенін анықтаймыз. Сосын теңдіктің оң жағындағы қосуды орындап, 935-ті шығарып аламыз. Сонда бізде қарапайым теңдеу шығады. Ары қарай қарапайым теңдеу ретінде белгісіз санды таба береміз. Екінші теңдеу бізде одан көрі жеңілдеу. Бұл жерде бір жерде ғана ықшамдаймыз. 51-ді 17-ге бөліп, оның 3 екенін анықтаймыз. Сонда қарапайым теңдеуге айналады. Ары қарай қарапайым теңдеу ретінде шешеміз. 8. Жұмысшылар балалар алаңқайын салу үшін өлшеу жұмыстарын жүргізді. Олар шаршы пішінді 2 алаңқай дайындады. Олардың әрқайсының периметр 90 метрден кем екені белгілі. Периметрлердің біреуі екіншісінің цифрларының орнын ауыстырғаннан шығады. Бұл алаңқайлардың периметрі қандай болуы мүмкін? Мінекей шаршы пішінді 2 алаңқай, олардың екеуінің де периметрі 90-нан кем болу керек. 90 метрден кем болу керек. Енді периметр дегеніміз не? Жалпы шаршының периметр деген сөз, оның бір қабырғасын 4 рет көбейту деген емес пе? А деген қабырғаны 4-ке көбейту. Енді бізде сол А қабырғамыз белгісіз болып тұр. Бір қабырғамыз белгісіз болып тұр. Демек, А-ны табу үшін периметр 4-ке бөлуіміз керек. Кешіріңіздер, периметрді 4-ке бөлуіміз керек. Енді 90-нан кем қандай сандар бар 4-ке бөлінетін, соларды іздейміз. Ол сандар бізде 88, 84, 82, 76 деген сан бар. 56, сол сияқты сандар шығады. Енді бізге айтады, осылардың орнын ауыстырғанда біреуінің периметр екіншісінің сандарын орнын ауыстырғандағы екіншісі біріншісінің периметр сол арқылы шығады дейді. 88-гі сандардың цифрларының орнын ауыстырайық. 88 мен 88. Ауысқанмен ешқандай өзгеріс болмайды. Бұл бізге қажет емес болып тұр. Енді 84-тің цифрларын орнын ауыстырайық. 48. 84-те 4-ке бөлінеді, 48-де 4-ке бөлінеді. Қазір осыны зерттеп көреміз. Мына жерде 28. Екеуі де 4-ке бөлінеді. Мынаның орнын ауыстырайық. 67. 67 бізде 4-ке бөлінбейді. Демек, мына вариант бізге келмейді. Мына жерде 65. 65-те 4-ке бөлінбейді. 56 бөлінгенмен мына бөлінбейді. Демек, бұл вариант бізге тиімсіз. Ары қарай кеттік. Енді периметр 84 болғанда қандай болар еді? Периметр 84 болса, оның қабырғасын табу үшін сол периметрді 4-ке бөлуіміз керек қой. Ал көрейік. 84-ті 4-ке бөліп көрейік. Сонда бізде 21 шығады. Демек, А қабырғамыз 21-ге тең екен. Келеді екеуі, біреуінің периметрі 84 болса, екіншісінің периметрі 48 болады екен. 82-де тура сондай. Мына жерде 48 дәлелдеп көрейік енді. Егер де периметр 48 болса,
оның қабырғасы қалай шығады? 48-ді 4-ке бөлеміз, сонда бізде 12. Екінші фигураның қабырғасы 12 метрге тең. Тура осындай тәсілмен 82-ні де 28-де дәлелдеп шығуға болады екен. Сонда бізде қандай болуы мүмкін деп сұрап тұр ғой. Біреуінің периметрі 84, екіншісінікі 48 болуы мүмкін. Немесе біреуінің периметрі 82, екіншісінің периметрі 28 болуы мүмкін. Міне осылай тәсілмен шығаруымызға болады есепті. Осымен бүгінгі барлық есептерді қарастырдық. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, комментарий жазып, лайк басып кетіңіз, қоңыраушаны басып қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін.